университетінің Мачо-Мучачо командасы. Маусым ашары басталды, Тараз деген қалада. КВНді көреді, 5 жастағы балада. Жүрек өнсе, есен көнбес, есен көнсе, жүрек көнбес. Кім болады чемпион, кім болады чемпион? Әкім келсе, жүрек көнет, әкім келсе, есен көнет. Біз боламыз чемпион, біз боламыз чемпион. Эй, опа! Хоп, хоп, хоп! Сәлем Алматы! Көке, қандай Алматы? Сәлем Тараз! Қандай Тараз? Сәлем мама! Сәлем братишка! Сәлем класстастар, сәлем группаластар, сәлем көршілер! Сәлем общий! Ассалаумағалейкум! Тараздың Маусымашар 2011-ді асыға көткен жалынды жастары! Қазақстан Республикасының тәуелсіз аталған күні, депутаттардың таралған күні, және де Маусымашардың басталған күні құтты болсын! Сахнада мачолар. Керемет би, олай болса, Мачо-Мучачо КВН командасының 2011 жылғы тақпақтардың ең соңғы үлгісін қарсы алайық. Кім айтады? Мен айтайын. Жарайды, айт, Руся. Мен өзімден айтайын. Айт. Менің атым Ерлан. Сүт аламын сиырдан. Автограф аламын деп тукадан, таяқ жедім бұқадан. Керемет. Күн суытып, қыс келіп, қарда жауды. Апам қорадағы қатып қалған сиырды сауды. Сау атып, сүт шықпаған соң, астына от жақ, деп бұт шық кетті. Мен тапам қызым арналады, мен подкаблук. Кеше мен бір қызбен таныстым. Сүйемін деп сол қызға мен жабыстым. Ол қыз мені ағасымен таныстырды. Ағасы мені стенаға жабыстырды. О, мачолар. Ақшам болса қалтамда, таксимен жүр талтамда. Ақшам болмаса қалтамда, автобуста болған оқиға. Садақа. Садақа 2. Көке, дәл осы тірліктерін үшін қалай жауап беретін білесің ба? Дәл осы тірліктерін үшін мен сен күнде үй жағына ұстағанда бетінді мұрынды қарыңғылам ғой, білесің ба? Көке, дәл осы тірліктер үшін өзің емес, кішкентай бір ашқан жауап береді ғой, көке. Бүткіл ұрым бұтағыңмен жойып жіберем ғой, айналайын-ау. Көке дедім мен саған, дәл осы тірліктерің үшін сені білесің ба не істейтінді? Айналайын-ау. Алло, естілмей жатыр. Алло, Братан, тоқташы, братан. Махаббат деген биік тас, ешкім оған шыға алмас демекші, тас дәуірінде де махаббат болған екен. Жігіттің қызға сезім білдіруі. Жігітім бар, кетінде сайналай. Қазақтың дәстүрін өте қатты ұстанатын килер де бар екен, көреміз. Жол мұраты жету, қыз мұраты кету демекші, әр адамның басында болған жағдай. Таксиде болған оқиға. Такси.
Бала саған 300. Отыр. Жаппайсың ба? Не, үйінде холодильник жоқ па не? Аға, үйде холодильник бар ғой, бірақ ол таксовать етпейді ғой. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Сонымен көрейік, ауылдың өсегін сыртқа таситын өте өсекші әпкеміз банк тонау үстінде. Әпке, саламатсыз ба? Саламатсың ба? Әпке, елдің аузы 50 демекші. Естіп отыр ғой, сіздердің банктеріңіз ақша көп дейді ғой, я? Ойбай, айтпа. Біздің банкімізде қаламызда миллионерлердің ақшалары, байлардың ақшалары, бәрі біздің банкімізде сақталып отыр. Содан кішкене салып беріңізші. Отаншы отқа түс кимейсің демекші, жігіттер армияға кеткен кезде қыздар шығарып салады. Ал тұруыншы емес жігіттер қыздары жоқ. Біз бұған да шешім таптық. Жан кетпеші, әскерге жан кетпеші, жан, мен сені жақсы көрем. Жаным, барам да келем, бірақ жыл ғой шыдаш. Жан, мен сенің көзіңе шөп самайым, сен де мен көзіме шөп самаш, жан. Жаным, мен армияға баратырмын ғой, навигаторға баратқан жоқпын ғой. Барам да келем, ояқта өңшең жігіттер ғой. Жан, мен естіп отырмын ғой, әскерде жігіттермен жігіттер. Жан кетпеш, жан. Жаным, шыда, бірақ жыл, барам да келем. Кетпеш, жан. Расчет. А? Расчет. Болды ма не? Болды. Қанша? 1000 теңге. Аяғынан айтама дейсің. Келесі, жан кетпеш, жан. Темекі шексен де өлесін, шекпесен де өлесін демекші, темекіде өте қатты қорқатын қыз бар екен. Ал сол қыздың жігіті жүргіш. Жаным, екеуміздің жүргенімізге 1 жыл болды. Мен саған бірден айтайын деп едім, сәл-пәл қобалжып тұрмын. Айта бер. Жүргенімізге 1 жыл болды. Жаным, бұл... Демекін, шығарма. Алло, қау жаным? Та қыздар ма? Мен концерттемін, опера. Қандай қыздар? Мені сенбесең әншілер. Атақты ақын Жазубеков жазушы Жазубекұлы полиция қызметкерлеріне өзінің арызын жазу түрінде жазу үстінде көреміз. Бәріміз бірге деп отырайық. Қорыққаннан шақырды мен Суперменді. Супермен 3 минутта жетіп келді. Маған тиіскен жігіттерді көре салып, қолын жайып Құран оқып ұшып кетті. Еңбек етсең емерсін. Демекші, неше түрлі чайка қыздар бар екен. Сонымен тамашалаңыздар, 2 чайка қыз, 2 жігітті чайка өтеді үстінде, бірақ ол жігіттердің ақшасы жоқ екен, өздері де білмейді екен. Не деген анекдот? Тағынан анекдот бар. Қандай? Орманда қоян жүгіріп келеді да, шұңғырға түсіп кетеді. Сонымен? Абайлап жүрмей ма? Күлсей шөтті. Күлмей-ақ қойшы, айналайын. Сонымен достар, сендер осындай қызықты жерден тастап кетем. Сағат 11-де жатақхана жалып қалып, мен үлгеріп қалайын. Жандос! Берген. Әп әжептеуір, тәуелсіздігіміздің 20 жылдығын мейрам қылып тойлап атқан кезде, әп әжептеуір, сүйкімді табақтай қыздармен отырған кезде не қылып тұрып барасың, а? Іштен кетпейді, жамандап жатыр, іштен кетпейді, отыра бер, шөт төлейді ғой. Даке, ақша жоқ, ақша. Менде де ақша жоқ. О, чайка келміз. Жаным ау, жаным ау. Қазір менде де ақша жоқ, шөт төлейтін ақша жоқ. Сонымен екеуміз бір сылтау айтамыз да, жоқ кетеміз. Темекі. Қыздар, сіздер тамақ, сушняк, бәрін заказы беріп отыра беріңіздер. Біз қазір тез-тез Жандос екеуміз 2 минутта темекі шегеміз да қайтып келеміз, аха. Ау! Темекі шегеміз да қайтып келеміз, аха. Тайып баратсыңдар ғой, а? Шөтқа төлейтін ақшаларың жетпей қалды ма? Ей, мөлдір! Не? Айналайын-ау! Ау! Сен айтқан сияқты шөтқа төлейтін ақша жетпей жатқан жоқ. Енді? Просто бізде в общем ақша жоқ. О, чайка десе. Чайкалар, ақша жоқ па не вообще? Жоқ. Бағадан бер айтпайсың ма? Кет темекі шегеміз. Құрметті көрермендер, сізден алдарыңызда өнер көрсеткен Тараз мемлекеттік университеті Мачо Мучачо КВН командасы. Маусым ашар, құтты болсын. Оба! Алматы, Атырау, Ақтау, Ақтөбе, Шымкент, Қарағанды, Семей, Түркістан, Арыс, Қызылорда, бүкіл Қазақстан, ең сүйікті қала менің Таразым. Кездесеміз тағы да, әлі осы сахнада, қыздар бізді ұмытпа, қош бол сүйікті қала, сағынам қатты, ұмытпа сәтті, сау бол, сау, сау, сау.
сіздердің алдыларыңызда өз өнерін көрсеткен Мачо Мучачо КВН командасы. Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекет